Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге дауыс арқылы қалай адамдарды басқара аламыз, осы туралы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, білесіздер, дауыс ол адамның қарым-қатынас құралы болып саналады. Егер де біздің дауысымыз болмаса, біз ешкіммен дұрыс қарым-қатынас орната алмаймыз. Жалпы біз адамдармен тез байланысқа түсе алмаймыз, немесе мүлдем сөйлесе алмаймыз. Сол үшін де дауыс бізге қажет. Ал дауыстың сапалы немесе біздің дикциямыздың әдемі немесе әдемі емес болуы, ол біздің тікелей өмірімізге әсер етеді. Мысалға, сіз жоғары қызметте лауазымда болсаңыз, яғни директор болсаңыз, бірақ сіздің даусыңыз өте төмен тонда болса, онда сіз өзіңіздің айтқандарыңызды басқаларға жасата алмауыңыз мүмкін. Мысалға, өзімнің өмірімнен мысал келтіретін болсам, мен жұмыс орнында, яғни бір жұмыс орнында істедім. Сол кезде бізде директордың дауысы өте жіңішке және өте төмен тонда айтатын. Бізге тапсырмалардың барлығын, яғни біз ол тапсырмаларда бірінші рет естіген кезде ол тапсырмалардың маңыздылығын түсіне алмайтынбыз және оны жасауға асықпайтынбыз. Ал біз екінші рет, яғни қол астымыздағы біздің басқа, яғни менің бөліміме жауапты маманнан біз тапсырмаларды естіген кезде, яғни ол кісі директордан төмен болса да, бізге тапсырмаларды бөліп берген кезде, оны бір айтқаны біз орындауға тырысатынбыз. Өйткені білесіздер, ол бізге жоғары тонмен сөйлеп тұрған жоқ, бірақ соның өзінде өзіне сенімді тонмен сөйлегеннен кейін біз оның айтқандарын жасауға тырысатынбыз. Және де мен сіздерге осы ретте тағы мысал келтірейін. National Geographic, яғни сайтының зерттеу бойынша, ол жерде олар бір адамды осыдан бірнеше жыл алдын, 2 жыл алдын, яғни зерттеу жұмысын жүргізген екен. Ол жерде бір адамды, яғни пойыз вокзалына алып барып, сол жерге квадрат сызып береді. Яғни сол квадраттың ішінде сол жалғыз бір адамды қояды екен. Және ол адам алғашында, жалпы ол негізі теорияның мақсаты, жалпы эксперименттің мақсаты, ол дауыстың адамдарға әсерін анықтау болған. Сол үшін де олар эксперимент жасаған. Ал бірінші кезде жалпы жаңағы адам, ол жай тонмен адамдарға квадратты баспаңдар деп айтқан, бірақ оның сөзін ешкім тыңдамаған. Өйткені оның даусын кейбіреулер естімеген, ал кейбіреулер естісе де естімеген секілді, яғни игнор жасап кетіп қалған. Ал екінші кезекте ол өте жоғары тонмен сөйлеген. Бірақтан да онда да оны адамдар түсінбеген, яғни оның айтқанын жасамаған. Мысалға, квадратты баспаңдар деп қанша айғайласа да, оның дауысын ешкім елемеген. Ал үшінші кезекте ол бізде айғаймен емес, өте, яғни қатты жайда емес, орташа тонмен, жай ғана сенімді дауыспен адамдарға бұйрық раймен айта бастаған. Квадратты баспаңдар деген секілді. Яғни сол кезде адамдар оның сөзін тыңдап, яғни бізде подсознание негізінде адамдарда біз бір нәрсені естіген кезде біз ол сөздің түпкі мән мағынасына емес, бірінші кезде оның айтылған тонына қарап біз оны жасаймыз. Мысалға, үшінші ретте ол бізде қатты тонмен айтпаса да, бұйрық раймен айтып тұрғаннан кейін оның өтінішін барлығы орындаған. Барлығы да ол квадратты баспай айналып өтіп кететін болған. Немесе басып қойған жағдайда квадраттың ішіне, онда кешірім сұрап, басқа жолмен өзінің, яғни өзіндік деген мекен жайына кететін болған. Сол секілді, яғни осы эксперименттің нәтижесінде жалпы адамның қандай өзіне сенімді дауыспен айтатындығы, ол адамдарға, яғни қатты әсер ететіндігін дәлелдеген. Яғни сіз өзіңіздің дауысыңыз арқылы адамдарды басқара аласыз. Және енді достар, бұл экспериментті талдайтын болсақ, бірінші кезекте адамдар, яғни квадраттың ішіндегі бір кісінің дауысын неге елеген жоқ? Өйткені ол өзіне біріншіден сенімсіз болды, ал екіншіден оның дауысы тек қана тамақтан шығып тұрды. Ол қанша айғайласа да, оның дауысы тек тамақтан шығып тұрғаннан кейін оны ешкім елеген жоқ.
Ал екінші кезекте ол бізде кеудеден шыққан дауыс, ол кеудемен сөйлеген болатын екінші ретте, бірақ онда да бұйрығымен айтқанмен де оны ешкім елеген жоқ. Өйткені ол өзіне сенімді түрде шыққан жоқ. Сол себепті ол дауысты ешкім елегісі келмеді. Ал үшінші кезекте ол бізде диафрагмадан шыққан дауыс, ол бәріне түсінікті және де өзіне сенімді дауыс болатын. Сол себепті достар, осы диафрагмадан шыққан дауыс арқылы, өзіне сенімді дауыс арқылы ол кісі басқа адамдарға өзінің дегенін жасата алды. Егер де сіздер де өздеріңіз дегендеріңізді жасатамын десеңіздер, диафрагмамен тыныс алуды үйреніңіздер. Ал келесі кезекте бізде дауысқа арналған жаттығумен бөлісе кетейін. Осы жаттығуды сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіз 30 күн бойына осы жаттығуларды, жалпы менің YouTube каналымдағы дауысқа арналған жаттығулардың барлығын жасап көретін болсаңыздар, онда сіздерде міндетті түрде нәтиже болады және сіздер де өз дауыстарыңыз арқылы адамдарды басқара аласыздар. Олай болса, бүгінгі жаттығуға тоқталайық. Бізде бұл жаттығу өте қарапайым. Ең алдымен терең тыныс аласыздар. Әрине диафрагмаға тыныс алып, одан кейін и дыбысын созып айтасыздар. Осылай өздеріңіз демдеріңіз, яғни ішке алған демдеріңіз сыртқа шығып біткенше осылай айтатын боласыздар. Ал келесі кезекте бізде е дыбысы. Достар, осылайша сіздерде өте қарапайым, бірақтан да өте пайдалы жаттығуларды жасап көріңіздер және де өздеріңіздің нәтижелеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.